Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай көріністен бастағым келіп отыр. Әрине, бұл біз үйдің сыртын бірінші эмульсияладық. Өйткені папамызға 2 күн демалыс берген кезде сразу бірінші күні үйдің сыртын эмульсияладық, екінші күні үйдің ішін эмульсияладық. Өйткені папамыздың уайымы осы үйдің сырты болған болатын. Бірінші үйдің сыртын істеп алайық, содан кейін барып бірінші үйдің сыртын эмульсиялап алайық, одан кейін үйге жаймен көше береміз. Қыстың күні де мысалға демалыс береді, үйдің ішін қыстың күні эмульсиялай берсең болады. Өйткені жаңа демалысы бар ғой, қанша дегенмен де, үйдің сырты жыл сайын қалып кете беретін. Мына жерде енді мен есіктің алдын жинастырып жатырмын. Бізде әлі де есіктің алды шашылып жатыр. Өйткені үйдегі есіктің алдындағы стойкаларды әлі краскілеген жоқпыз. Енді оны да папамыздың өзі краскілейтін болады. Сонымен келесі демалысты или болмаса жұмыстан ерте келіп жатса краскілеп тастаймын деді. Біз краскілей берейік та деп едім, жоқ, өзім краскілеймін деді. Жарайды дедік. Сонымен өзінің қолын босағанын күтіп жүрмін. Жай ғана осылайынан барлығын жинастырып жүрмін. Мына жерде енді Алмат кешке таман үйге келді ойыннан. Сөйтіп соткасын осылай қыстырып алыпты. Қалтасы жоқ, сондықтан осылай істеуге тура келген ғой. Енді қолына ұстап жүре алмайды, ары бері жүгіргендіктен қыстырып алған. Ол футболка созыла ма, созылмай ма, ода шаруасы жоқ. Енді бізде келесі күн бұл бізде. Сонымен үйді эмульсиялайтын болып шештік. Сонымен мына жерлерді бізге босату керек. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай барлығын кладовкаға сыйғанша қоямыз. Енді бұл бөлмеде ондай қатты заттары жоқ. Міне тек қана осы подставканың үстін жақсылап босатамыз. Болды, басқа ештеңе жоқ. Одан кейін жаңа бұрыштағы столдарды алып қоямыз. Болды. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай осындай қатты ластанып кеткен. Өйткені жаз бойы терезе ашық тұрады. Соның пауықтар мынау кіреді ғой, қанша дегенмен де шаң кіреді дегендей. Осылардың бәрін қазір жақсылап тазалап алатын болам. Бір жылдар әйтеуір қанша жыл болды ашылмағанына дедім ғой. Бір жылдар әйтеуір шыдамай жаңағы ішін кәдімгідей таяқпен ба или швабрамен ба әйтеуір бір жақсылап әшейін тазалап алған болатын. Қолым жеткен жеріне шейін былай мынандай қылып ашып кәдімгідей өйстіп тазалаған емеспін. Бұл терезені көрген сайын жыным келетін. Сол көбінесе пердемен жауып қоятын едім онменше. Сонымен ар қақсап, бер қақсап әйтеуір зорға дегенде алдырттым. Әрине, бұл терезелер өте қатты ауыр. Ер адамның өзі зорға дегенде алып қояды. Сондықтан мен айтпай қояйын, мен өзімді көтере алмаймын да бұл терезені. Арман маған көтеру. Пластик терезе қойын десек бізге өте қатты қымбатқа түсіп кетейін деп отыр. Мысалы, біздің терезе үлкен. Сонымен бір ретте өлшетіп қойдырайын деген ғой, сөйтсек әжептәуір қымбат айтады екен. Біз бұл жерге пластик терезе қойын десек, ертең үйді сатқанда өз бағасына шықпайды. Көп нәрсе қойғымыз келген негізі, бірақ өз бағасына шықпайтын болғаннан кейін көп нәрседен бас тартуға тура келіп тұр. Мен линолеум төсейік деп едік, ол линолеумде қазір енді кәдімгідей ол да қымбатқа шығып кетейін деп отыр. Енді сонымен барлығын осылайынан қоя салдық. Тек қана бізге стеналарын жаңарту болып тұр. Қайырлы күн. Бүгін біз стена краскілейтін боламыз. Эмульсиялайтын боламыз. В общем, мінекей, уже дайындап қойдық. Мына жоғарыны краскілеп эмульсиялап жатқан. В общем,
біздің жағы валигіміз не қылып жатыр, стенаға жабысып жатыр жүндері. Сонымен басқа валиг алып келуге кетті. Сонымен қазір папамыз жақсылап стеналарды эмульсиялайды, өйткені өте қатты ластанып кеткен. Қанша жыл болды эмульсияламағанымызға? 1-2 жылдай болып қалды. Сұр түсті болады, барлық стенасы сұр түсті болады. Жақсылап сүртіп алдым, мінекей. Осы проблема етін, осы терезе маған бәрі болып кетсе, стена енді барлық ол стеліне береді. Осы терезе тағы да стелінбей қала ма, тағы да тазармай қала ма, тағы да краскеленбей қала ма деп ойлаған болатын. И папамыз айтады, тағы да алмай қояйық та тұра берсін деп. Мен айттым, қой құрсын, айналайын, алайық, мына ішін бәрі деген кәдімгідей паутина болып кеткен. Анау адам тұрмайтын үйлердің терезелері болады ғой, быт-шыт шығып кеткен, тура сол сияқты болып кеткен ғой мына терезе. Құрсын, бұл жол енді кәдімгідей тазалап қойып, одан кейін көреміз, тағы да 1-2 жылдай тағы да тазаланбай тұрады да қойым ғой. В общем, осындай мінекей. Осы терезені жақсылап тазалап алдым. Енді папамыз краскелейді, мен жай қасында көмекші ретінде барып кел, шауып кел болып жұмыс істеймін. Полын жуу, майда шүйде, сондай менікі. Ірі жұмыстарды папамыз істейді. В общем. Сен маған кішкене құйып бер, мен кисточкалармен істеп шығайын. Соны түптерін. Кішкентайында баклажка кеші. Мына жерде енді арғы бөлмен терезесін шығарып берді далаға. Мен осы жерде терезені бояп отырмын. Әрине ризамын, өйткені терезені алып берді маған. Енді арманыма жетіп отырмын, сондықтан бар ықыласымен бояп отырмын. Сәлем, қайырлы күн. Біз кеше демалыс күні үйді эмульсияладық. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Өте әдемі болып қалған, өте свежий, күшті, прям айналдырып көрсеттім. Қазір былай көрсетемін. Неғып мен өз-өзімді үйді айналдырып көрсетіп отырмын. В общем, кеше бір күніміз сонымен өтті. Кейін бізде мына бөлме көк бөлме етін, қазір сұр түске айналды. Мінекей осылайнан сұр түске боядық. Барлық бөлме осындай сұр түсті болады. Далада сұр түсті, в общем, барлығын осындай сұр түсті болды. Терезені жақсылап краскілеп алдық. Жақсылап терезесінің айнасын сүртіп алдым. Қанша жыл болды сүртпегенімізге, Wi-Fi-дың кесірінен көбінесе алмайтынбыз, сүртпейтінбіз, осы терезе қалып кете беретін. Ал ана бөлмедегі терезе ол постоянно жыл сайын краскеленеді, жыл сайын сүртіледі. Мына терезе еді ғой менің ең жаңағы больной местом. Қазір нелерді эмульсиялағаннан кейін батареяларға, в общем, кешіріңіздер, эмульсия жағылып қалған болатын. Осыларды қазір мына жерді сүртіп алатын боламын. Осы жер қалды. Одан мына алматтың грушасы да жаңағы ластанып қалды. Оны сүртіп алатын боламыз. Одан кейін мына столды кеше подставканы сүртіп қойған болатын. Тағы да сүртіп аламын. Одан кейін келесі бөлмені жақсылап эмульсиялап алдық. Перделері әлі ілінген жоқ. Қазір стиркаға салатын боламын. Перделерін алдық. Перделерін жуып болғаннан кейін қайтадан ілетін боламын. Бұл жерде де мына жердегі батареяларды жақсылап сүртіп аламын. Мына жерді ғана краскелеймін, батареялардан басқа жерді краскелемеймін. Одан кейін барлығына батареяларды сүртіп аламын. Одан менде тағы қандай жұмыс бар? Айтпақшы, мына пердені алып, терезені краскелеу керек. В общем, болды, по-моему. Кеше полды жудық жақсылап, паластар далаға шығарған болатынбыз, кілемдерді орнына төсеп қойдық. Мінекей бұл жерін бәрін жақсылап жуып қойдық. Самый главный маған майда шүйделер қалды. Жаңағы холодильниктің сыртын сүртіп алу, мынандай майда жаңағы бұрыш-бұрыштарды жақсылап сүртіп алу. Одан кейін есік бар, есікті де сүртіп алу керек. Кухняны келесі демалысты істейтін боламыз, өйткені уақыт жетпей қалды. Үйдің іші әбден кіріп қалған. Қанша жыл болды эмульсияламағанымызға? 2 жылдай болып қалды. В общем, папамыз аварияға түскеннен кейін вообще үйге қарамаған екенбіз ғой. Папамыз деген ғой үйге қарап жүрген, біз үйге қарамайды екенбіз ғой. Негізі менің жұмысым майда шүйде болды. Барып кел, шауып кел. Одан кейін сүртіп ал.
шаңдарын сүртіп ал, эмульсияны сүртіп ал деген болды. Соның өзіне шаршап қалғансың. В общем, сондай қазір сіздермен бірге жақсылап барлығын сүртіп ал. Неге перденің басына осындай носки киісіп қойдым? Неліктен? Өйткені мынадай перденің басында крючоктар бар ғой, гарнизге ілетін, соны алғым келген жоқ. Содан кейін осылай носки киісіп қойдым. Негізі носкисіз ақ әшейін былай сала беруге болады. Оған мен сәл сенімсіздірек болып тұрмын. Содан кейін осылай носки киісіп қойдым. Негізі бірінші рет жуайын деп тұрмын перделерді. Қандай тағы да идеяларыңыз бар? Айта отырыңыздар. Тағы қалай жуасыздар? Может, алып тастайтын шығарсыздар, қайтадан алып қайтадан ілетін шығарсыздар. Мен қазір енді оған қайтып алып, қайтып ілгенге шын айтқанда ерініп тұрмын. Сонымен осылайынан жуып алмақшымын. Негізі осылай да болады, негізі бір жерден көрген болатын, қай жерден көргенім есімде жоқ. Сонымен мен де осылай жасап көрмекшімін. Негізі мынандай носки киізбей ақ кейбіреулер прямо салып жібереді. Енді мен бірінші рет болғаннан кейін мен пока осылай көрейін. Если жақсы болып жатса, осылайынан жуамын. Бұл бізде капрон носки. Мен негізі бұл капрон носкиді мүлдем кимегенмін ғой. Білмеймін, мынаны негізі құрбым берген екен. Ол капрон носкиді көп киеді и жақсы көреді ше. Сол кезде пачкасымен алған кезде маған осындай біреуін берген болатын. Маған бірнеше парын берген болатын, бірақ мен біреу-ақ алдым. Өйткені мен кимеймін бұндай капрон носки, мүлдем кимеймін. Мынау да жап-жаңа солайынан тұр. Бұл қалай келген білмеймін. Может, өзім сатып алдым ба, білмеймін әйтеуір. Мынау бұрыннан бар. Қанша жыл болды? 3-4 жыл болды осы капрондар носкилер тұрғаны. Бірақ мүлдем киген жоқпын. Зато осындай нәрсеге пайдаға асып жатырмын. Тура мен сөйлер кезде машиналар көп жүріп кеттіңдер, әшейінде жүрмейсіңдер ғой деп ұрсып атқансыз ба мына жерде тұрып алып. Шынымен де машина көп жүріп кетті. Қазір салатын боламыз.
Енді бұл бізде келесі күн папамыз енді жұмысқа кетті. Сонымен мен үйде осындай майда шүйде кейбір краскіленбеген жерлерді краскілеп жатырмын. Әрине азында ерте тұрып істеуге болады, бірақ бізде азанда осы терезеге күн түскендіктен түстен кейін бастап жатырмын. Краска тез кебеді, иісі жоқ. Есік терезенің бәрін ашып тастадым. Оның үстінен далада өте салқын, керемет күшті болып тұр. Бұрынғыдай ыстық емес, даланы ашып жаңа есік терезені ашамайтын емес, өте салқын. Сонымен ішін істеп болғаннан кейін сыртына көштім. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай сыртында істеп жатырмын. Енді видео аяқталайын деп жатыр екен. Сіздермен қоштасайын. Сау болыңыздар.